Бүгінде интернет тек байланыс құралы ғана емес, қоғам өмірінің маңызды бөлігіне айналды. Адамдар ақпарат алады, қызмет пайдаланады, пікір алмасады, тіпті көмек сұрайды. Осындай кеңістікте қауіпсіздік пен тәртіпті сақтау баршаға ортақ міндет. Осы тұста киберволонтерлік ұғымы ерекше мәнге ие. Киберволонтер интернеттегі қауіптің алдын алуға, пайдалы ақпарат таратуға, қоғамға көмектесуге атсалысатын белсенді азамат. Олар жалған ақпаратты анықтауға, күмәнді контент туралы ескертуге, кибербуллинг пен интернет алаяқтыққа қарсы түсіндіру жұмыстарын жүргізуге үлес қоса алады. Киберволонтер болу үшін міндетті түрде маман болу шарт емес. Ең бастысы жауапкершілік, салауаттылық және қоғамға пайда тигізуге деген ниет. Мысалы, күмәнді сілтемелер туралы ескерту, алаяқтық белгілерін түсіндіру, қауіпсіздік ережелерін бөлісу немесе желідегі агрессияға қарсы дұрыс ұстаным білдіру. Осының бәрі киберволонтерліктің көрінісі.